Сәлем достарыки, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева, Ибунга Қазақ ТВ 92 каналында. Мен осы 2025 жылы зодиак алдымағынада бізді қоршап келуші тақырыптармен жыл бойы күтуге арзитын астрологиялық ақпаратпен бөлісейін деп тұрмын. Ал нақты ролик болса, отты группадағы зодиактарға, яғни тоқты, арыстан, тағы да мергендерге арналушы болады. Тоқтылар, 2025 жыл сіздің жылыңыз. Таңғажайып жылға дайын болып, әрине оның жоғары және төмен үлесі орын алған болса да, осы жылы денсаулықпен, жұмыс және махаббат өмірінде кейбір кедергілерге тап болуыңыз мүмкін. Дегенмен, сіздің ішкі күшіңіз барлық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Сіздің еркіндікпен толқуды аңсайтын және әрқашан жан аштырма оқиғаларды іздейтін жансыз. Дегенмен, сіздің отты табиғатыңызды шыдамдылық, тағы да жоспарлаумен теңестіру өте маңызды. Жұлдыздар биыл сіздің пайдаңызға сәйкес келеді және үлкен өсумен өзгерістер әкеледі. Биылғы жылы Сатурнның транзиті көптеген өзгерістермен жаңа бастамалар да келеді. Сондай-ақ Юпитердің транзиті зияткерлік және жеке өсуге есік ашатын, кеңейтумен оқуды уәде етеді. 2025 жылда барынша тиімді пайдалану үшін әрбір қиындықты өсу мүмкіндігі ретінде қарастырыңыз. Тәлімгерлерден басшылық іздеңіз, зейінділікпен айналысыңыз және теңгерімді болыңыз. Ішкі жан дүниеңізге сеніңіз және ғаламның жоспарына сеніңіз. Батылдық, табандылық және ерік-жігер арқылы сіз өз тағдырыңызбен бөлісе аласыз және 2025 жылды өзіңізді тану және орындау жылы ете аласыз. Қаңтар айы басталған кезінде сіз назарыңызды қажет ететін жұмыс орындағы кейбір қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін. Бизнес саласы бастапқыда жақсы көрінетін болып, бірақ шығындардың өсуіне назар аударыңыз. Студенттерге қосымша күш салу қажет болуы мүмкін, ал отбасылық өмір біршама шиеленісті болады. Денсаулыққа байланысты планеталар қолайлы, бірақ апаттардан сақ болыңыз. Жалпы қаңтар тұрақтылық пен белсенді жоспарлауды талап етеді. Ақпан айы трансформация маусымына айналып, Юпитердің екінші үйдегі орны қаржылық өсу үшін жағдай жасайды, ал Марс планетаның 6-шы үйдегі орны денсаулыққа назар аудару қажеттілігін кіртеді. Мәнсапқа келетін болсақ, ақпан айының ортасынан кейін жақсы мүмкіндіктер пайда болады. Бұл табыстың өсуіне әкеледі, бірақ импульсивті шешімдерден аулақ болыңыз. Ары қарай, Венера 12-ші үйде орналасқанда, романтика ауада ұшуды бастайды. Сондықтан бойдақтар күтпеген қарым-қатынастар таба алады. Ал адал адамдар сенім мен жақындықты нығайтады. Жұлдыздар осы айда табиғи сенімділікпен ойластырылған стратегияны теңестіруді сұрайды. Наурыз айы көптеген мүмкіндіктерге толы. Ал ол қызықты мүмкіндіктерден басталса да, Сатурнның 29 наурызда балықтардан 12-ші үйіне өту терең ішкі жұмыс уақытын бастайды. Сонымен қатар, планеталардың негативті әсері бұрын белгісіз болған мүмкіндіктер мен қиындықтарды әкеледі. Сондықтан, сіз икемді болуыңыз қажет. Венераның 2-ші наурызда және Меркурийдің 15-ші наурызда ретроградқа баруы әлбетте бұл кезеңде асығыс, шешім қабылдаудан аулақ болуыңызды талап етуші болады. Оның орнына энергияңызды стратегиялық жоспарлауға және ішкі жұмысқа бағыттап, ендігі айға дайындалыңыз. Сәуір айы, яғни 14-ші сәуірде тоқтының күннің өту энергия мен мотивацияның артуына келеді. Дегеніміз, Марспен қарым-қатынас дағдыларыңыз күшейеді және өз идеяларыңызбен ойларыңызды жеткізу оңайырақ болады. Осы айда күннің тұтылуы жеке және кәсіби салада күтпеген өзгерістер әкеледі. Кейбір жұмыс орнында даулар туындауы мүмкін болса да, айдың позициясы тұрақты кіріс ағынын қолдайды.
сіздің ықпалыңыз артып келеді. Тоқтылар, бірақ есте сақтаңыз, табысқа жету үшін белсенді болу және жалқаулыққа бейімділікпен аулақ болу керек. Достар даулы мәселелерде жеңіске жетуге көмектесіп, қолдау көрсетеді. Мамыр айы, тоқтылар 14 мамырға арналған күн тізбеңізді белгілеңіз. Юпитердің егіздер белгісіне өту кезеңі сіздің зодиагыңызға сәттілікті кеңею үшін жаңа есіктерді ашады. Сатурнның әсері сіздің ынтаңызды стратегиялық ойлаумен теңестіруді сұрап, сіздің жолыңызды бағыттауда жалғастыруда. Осы айдың планеталық конфигурациясы жеке және кәсіби кәсіпорындарда өлшенген қадамдарды талап етеді. Икемді көзқарас пен ашық қарым-қатынасты біріктіре отырып, сіз трансформациялық кезеңіңізді барынша пайдалана аласыз. Маусым айы өзгерістермен біраз шайқалуларда кіреді. Сіз қиындықтар мен мүмкіндіктердің әділ үлесін сезінесіз. Марс, Юпитер, Сатурн, тағы басқа планеталардың орны тоқтыларды мансабына, қаржылық жоспарлауына, қарым-қатынасына және жалпы әл-ауқатына назар аударуға шақырады. Денсаулыққа байланысты бұл ай ұзақ мерзімді ауырсынуды жеңілдетуі керек. Бұл оны сергектікпен өмірге толы сезінуге мүмкіндік береді. Бірақ ақша мен жұмысқа келгенде тоқтылар мұқият және алдын ала жоспарлау керек. Білім саласындағы ізденіс әсіресе техникалық және көркемдік салалармен айналысатындар үшін айтарлықтай табысқа жетуі мүмкін. Отбасылық өмір тыныш, бақытты күндерді тойлауға және жақындасуға мүмкіндік береді. Шілде айында басқарушы планетаңыз Марс осы айда жеке даму мен жаңа бастамаларды қолдайтын оң энергияның толқынын әкеледі. Дегенмен, ынта мен шыдамдылық пен стратегиялық жоспарлауды теңестіру керек және импульсті шешімдерден аулақ болу керек. Өйткені олар кейінірек қиындықтарға әкелуі мүмкін. Қаржылық мәселелер мұқият жоспарлауды қажет етуші. Ал кәсіби өсу шыдамдылықты қажет ету мүмкін. Білімге келетін болсақ, бұл өсу мен оқу үшін тамаша уақыт және сіз перспективалы нәтижелерді көре аласыз. Әлеуетті қақтығыстарды болдырмау үшін отбасылық қарым-қатынастар қажет және саяхат жоспарлары жоспарлағандай болмау мүмкін. Тамыз айында Марс 6-шы үйде болғанда, сіздің өнімділік деңгейіңіз көтеріліп, жаңа мақсаттар қоюға және оған жетуге тамаша уақыт болады. Бұл жұмыста дипломатиялық қарым-қатынасқа шақыру кезінде табиғи көзбасшылық қабілеттеріңізді арттырады. Қаржылық жоспарлауға консервативті тәсілдер қажет. Әзірше алып-сатарлық кәсіпорындардан аулақ болыңыз. Планетарлық позициялар академиялық ізденістерді қолдайды және тұрақты жаттығулар мен дұрыс диета арқылы денсаулыққа теңгерімді көзқарасты сақтауды ұсынады. Жалпы алғанда айдың динамикалық энергиясын қабылдаңыз, бірақ әрекеттеріңіз бен шешімдеріңізде негізделген және мұқият болуды ұмытпаңыз. Қыркүйекті қалыптастыратын бірнеше күшті транзиттер бар. Бұл қозғалыстар айдың басында қаржылық табысқа қол жеткізіп, әлеуметтік беделдігіңізді көтереді. Саяхат күткен нәтиже бермесе де, сіздің отбасылық өміріңіз, әлеуметтік көзбасшылығыңыз мүмкіндіктермен нығая түседі. Академиялық ізденіс қолайлы болып қала береді, бірақ тым сенімділікке қатысты кез келген тенденцияларға назар аударыңыз. Жалпы алғанда, жеке өсу мен интроспекция сіздің тәжірибеңізді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Кез келген тұзаққа жол бермеу үшін амбицияны сақтықпен, әсіресе қаржылық мәселелерде теңестіруді ұмытпаңыз. 2025 жылдан қазан айы тоқтылар үшін перспективалы ай болып көрінеді. Жұлдыздар бұрын кейінге қалдырылған жобаларды жеделдету үшін теңестіріледі. Сіздің балаларыңыздың жетістіктері қуаныш әкеледі
және дәстүрлі емес табыс мүмкіндіктері пайда болуы мүмкін. Басқалардың қақтығыстарындағы қадамыңызды бақылаңыз. Бұл айда сіздің одақтасыңыз ақылдылық. Меншік мәселелері бауырластар арасында шиеленіс тудырып, эмоциялық қарым-қатынасты қажет етуі мүмкін. Ерекше кездесу сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Ал әлеуметтік оқиғалар әсіресе үйлену тойлары байланыс пен өсу үшін күтпеген мүмкіндіктер әкеледі. Қараша айы өте жігерлі және өзгерістерге байланысты көптеген өзгерістерге толы болады. Жалпы планеталық позициядан бұл ай өсуге, кәсіби орлауға және үлкен қарым-қатынастар мен қаржылық тұрақтылыққа арналған болады. Марс сары шаян арқылы және сол белгідегі жаңа ай арқылы өткен сайын энергетикалық ауысулар күшейеді. Меркурийдің 10 қарашадағы сары шаяндағы ретрограды кезінде мұқият ойлануды сұрайды. Бұл транзит мансаптық өсуді және қарым-қатынасты көруді қолдайды. Бірақ ойластырылған стратегияны қажет етеді. Интроспекцияға және стратегиялық жоспарлауға әсіресе кәсіби мәселелерге назар аударыңыз. Сіздің табиғи лидерлік қасиеттеріңіз мұқият ойластырылған жағдайда теңдестірілгенде жарқырайды. 2025 жылдың желтоқсаны тоқтылар үшін әрекетке толы және өзгеретін ай болады. Венера мергенге 20 желтоқсанда, ал 16 желтоқсаннан күннің мергенге өту жағдайы алға қарай жолыңызды жарқындатырады. Марс сіздің басқарушы планетаңыз амбицияларыңызға қуат беруші және табысқа жетелейді. Бұл планеталық позициялар жеке өсуді де, кәсіби прогресті де қолдайды. Бұл энергияны күтудегі жобаларды аяқтау және алдағы жылға күшті ниеттер қою үшін пайдаланып келіңіз. Арыстандар, 2025 жыл сіздің теңгерімді өсу және ақылды қадамдар жылы болып келеді. Ғаламшарлар сізге жақсы мүмкіндіктер ұсынуға тырысуда. Бұл өзгерістерге мансаптық өсуге және жеке тұлғалық өсуге толы жыл. Қаржылық тұрғыдан біраз көтеріліспен құлдырауды күтіңіз. Кейбір айлар күтпеген табыс әкеледі, ал басқалары мұқият бюджетті қажет етеді. Сіздің табиғи көшбасшы кәсіби қиындықтарды шешуге және мағыналы байланыстар құруға көмектесетін ең үлкен байланысыңыз болады. Қарым-қатынастардашы кейбір терең мағыналы байланыстарға дайын болыңыз. Сіздің отбасыңыз сіздің күшіңіз болады және сіздің махаббат өміріңіз өте қызықты болуы мүмкін. Жылдың аяғына дейін сіз жай ғана өмір сүруші емес, оны толығымен өтуші қалетке жетесіз. Мансап тұрғысынан алғанда, сіздің еңбекқорлығыңыз бен шығармашылығыңыз әсіресе жылдың ортасында есік ашады. Ең бастысы, бейімделгіш болу. Мәжбүрлемеңіз, бірақ мүмкіндіктер пайда болғанда көтерілуге дайын болыңыз. Желтоқсан айына қарай сіз артыңызға қарап, жылыңыздың барлық бөліктерінен қалай үйлесетініңізді көресіз. Бұл сізді одан да күшті болашаққа дайындайды. 2025 жыл жай ғана жыл емес, бұл сіздің жылыңыз. Стандарт қаңтар айы жыл басталу 50-50 сәттілік пен қиындықтардың қоспасына айналады. Мансап тұрғысынан ай қолдаушы болады. Сіздің көшбасшылық қабілеттеріңіз жарқырап, табысқа есік ашады. Әсіресе тәуекелге баратын кәсіпорындарда. Дегенмен қаржылық сақтық маңызды. Ақылмен жоспарлаңыз және заңды даулардан аулақ болыңыз. Денсаулық тұрақты болып қалады, бірақ көздің шаршауы сияқты шамалы алаңдаушылықтар назар аударуды қажет етеді. Отбасының динамикасы жақсарады, үйлесімділік пен балалар оқуда үздік көрсетеді. Саяхат планеталардың сәйкес келмеуіне байланысты көңіліңізді қалдыруы мүмкін. Сондықтан нақты жоспарлаңыз. Студенттер әсіресе конкурстық емтихандарда дайындалғанда оқуға мұқият болу керек.
Тұтастай алғанда, үйлесімді ай үшін қарым-қатынастарыңызды жылы және нәрлендіріңіз. 11-ші үйде Марс материалистік тілектер мен табыстар, және 7-ші үйде Күн мен Меркурий қосылысы 12-ші ақпаннан бастап аралас сәттілікке айналуы мүмкін. Мансаптық өсу әсіресе шығармашылық және бизнестегі адамдар үшін жарқын көрінеді. Қаржылық сәттілік күшті басталады, бірақ артық шығындарды болдырмас үшін бюджетті ақылмен шешіңіз. Студенттер оқуға көбірек көңіл бөлуі керек. Отбасылық байланыстар мен романтикалық түсініктің арқасында қарым-қатынастар гүлденуді бастайды. Психикалық денсаулық айдың екінші жартысында назар аударуды қажет етеді. Қиындықтарды шешудің кілті сауда белгісіне деген сенімділік пен стратегиялық жоспарлауды пайдалану болып табылады. Наурыз айы кәсіби тұрақтылық әкеледі. Сатурн мансаптық өсуді қолдайды. Кәсіпкерлер нарықтағы ауытқуларға тап болуы мүмкін, бірақ түпкілікті табыс күтуі мүмкін. Күтпеген шығындарды басқару үшін қаржылық тәртіп өте маңызды. Ретроградтағы Венера күтпеген қаржылық табыстарды болжайды, бірақ әрине тәртіп маңызды. Студенттер құрылымдылық оқу режимдерінен пайдасын көреді. Отбасылық үйлесімділік Юпитердің әсерінен күшейеді. Дегенмен қаржылық күйзеліс қарым-қатынастарды нашарлатуы мүмкін. Денсаулыққа назар аудару қажет, өйткені бұл ай стресске байланысты мәселелерді, ықтимал ұйқының бұзылуы мен психикалық стрессті көрсетеді. Баланс бұл айдағы сиқырлы сөзіңізге айналады. Арыстандар, сәуір айы сіз үшін өзіңізді ойлайтын және есептелген жетістіктер айы болады. Планеталық теңестіру сіздің мақсаттарыңызбен басылымдылықтарыңызды тереңірек қорғауға шақырады. Ай терең интроспекциядан басталады және жеке кәсіби даму мүмкіндіктері біртіндеп пайда болады. Мансаптық өсу стратегиялық жоспарлауға сәйкес келеді. Ал қаржылық тұрақтылық Венера табысқа қол жеткізу арқылы жақсарады. Отбасылық өмір үйлесімділік артып, романтикалық қарым-қатынастар тереңдей түседі. Студенттер академиялық жетістіктерге жету үшін тәртіпті сақтау керек. Денсаулық тұрақты, бірақ психикалық тыныштыққа назар аударуды қажет етеді. Бұл жеке өсу мен ұзақ мерзімді жоспарлауға назар аударатын ай. Табысқа қадам жасайды. Арыстандар, сіздер мамыр айында инвестициялардан әлеуетті табыстар мен қаржылық күшке ие боласыз. Мансаптық қиындықтар тұрақтылықты талап етеді. Құқықтық мәселелер сіздің пайдаңызға шешілуі мүмкін. Және жаңа бизнес кәсіптер болашағы зор болып көрінеді. Ұсақ жанжалдар туындауы мүмкін болса да, отбасылық өмір үйлесімді келеді. Студенттер мақсатты, күш-жігер мен академиялық табысқа жетеді. Денсаулық сақтықты қажет етеді, әсіресе күйзелісті басқаруды. Бұл кәсіби жауапкершілікті жеке байланыстармен теңестіру және барлық сапаларды тұрақты илгерулеуді қамтамасыз ету уақыты. Арыстандар, осы маусым айында жұлдыздар сіздің пайдаңызға сәйкес келеді. Бұл күтпеген табыстар мен жалпы оң көзқарас әкеледі. Бұл қаржылық әл-ауқат және кәсіби мүмкіндіктерге толы ай. Тек жоспарлауыңызды орындауға назар аударыңыз және делдалдармен абай болыңыз. Жақсартырылған кірісті, тапсырманы, тиімді аяқтауды және отбасылық тыныштықты күтіңіз. Балалардың қолдауы және отбасылық дауларды шешу тыныштық әкеледі. 8-ші және 9-ші күндері алаңдатарлық оқиғалар болуы мүмкін болса да, 10-ші күніне қарай жағдай жақсарады. Айдың соңына қарай шығындар көтерілсе де, саяхат өте жағымды келеді. Денсаулық жақсарады, бірақ теңгерімді өмір салтын сақтау өте маңызды. Сіздің табиғи көшбасшылығыңыз, сүйкімділігіңіз сіздің ең жақсы одақтастарыңызға айналады. Шілде айы сізді жарқыратын ай.
Бұл ай арыстандарды мансаптық серпілістермен және қаржылық тұрақтылықпен қуантатырады. Планетарлық қозғалыстар өсуді, шығармашылықты және жеке дамуды уәде етеді. Мас батыл кәсіби қозғалыстар үшін өте қолайлы, энергия мен амбицияны келеді. Кәсіпкерлер бұл бизнесті кеңейту үшін инновациялық кезең деп санайды. Студенттер академиялық өсуді күте алады, ал қарым-қатынас жақсарған кезде гүлденеді. Жылулық пен сүйіспеншілік қарым-қатынасты күшейте отырып, отбасылық динамика жақсарады. Денсаулық гүлдейді, бірақ тепе-теңдік шамадан тыс жүктемені болдырмаудың кілті болып келеді. Бұл трансформациялық ай мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін стратегиялық әрекет пен мұқияттылықты талап етеді. Тамыз айы теңгерімді көзқарасты талап етеді. Өйткені қиындықтар осы айда сіздің сезімділігіңізді сынайды. Мансаптық ілгерілеу баяулайды. Бұл бейімделуді және дағдыларды жетілдіруді қажет етеді. Қаржылық тұрақтылық сақталады. Сақтықты пен инвестициялау ұсынылады. Ал бизнес көшбасшылары кеңейтуге емес, жоғарыландыруға назар аудару керек. Қарым-қатынастар ашық қарым-қатынас арқылы гүлдейді және отбасылық өмірдің динамикасы шыдамдылық пен эмпатияны қажет ететін күрделі болуы мүмкін. Денсаулық тұрақты болып қалады, бірақ стрессті басқару және сауықтандыру тәжірибесін басымдық беріңіз. Бұл ай стратегиялық ойлау және ұзақ мерзімді ақылар үшін тұрақтылықты сақтау туралы. Қыркүйек айы мансапта қаржыда және жеке қарым-қатынаста ауытқулар әкеледі. Күннің бикештегі позициясы ойлануға және мақсатты қайта бағалауға шақырады. Отбасылық байланыстар нығаяды, саяхаттау және алыстағы туыстармен қайта байланыс орнату мүмкіндігі бар. Венера энергиясы романтикалық қарым-қатынастарды жақсартады және тереңдетеді. Денсаулығыңыз тұрақты, бірақ алдын алу ұсынылады. Студенттер жұмылдырылған, күш-жігермен жоғары нәтижеге жетеді. Сіздің эмоционалдық интеллектіңіз бен бейімділігіңіз осы айдағы қиындықтарды шешуде маңызды рөл атқарады. Арыстандар, интуицияңызды тыңдаңыз және ғарыштық энергиялар ауысқанда стратегияларыңызды түзетуге дайын болыңыз. Қазан айы қаржылық әл-ауқат пен кәсіби тану әкеледі. 12 қазаннан кейін кәсіби және қаржылы салалардағы алғашқы қиындықтар тұрақтылыққа жол береді. Саяхат перспективалары шектелу және ықтимал қауіпті болып көрінеді. Сондықтан қауіпсіздікке басымдық беріңіз. Мерекелік маусым жағын адамдармен қайта байланысуыңызға мүмкіндік береді. Позитивті ойлауды сақтаңыз және ұзақ мерзімді мақсаттарға назар аударыңыз. Искерлік істер өркендеп, құқықтық мәселелер оң нәтиже береді. Денсаулығыңыз күшті болып қалады. Энергия деңгейі белсенді әрекеттерді қолдайды. Романтикалық қарым-қатынастар ашық қарым-қатынас арқылы өркендейді. Студенттер академиялық жетістіктерге жетеді. Бұл жетістіктерді атап өту және болашақ өсуді жоспарлау уақыты деп саналады. Арыстандар, сіздің шыдамдылығыңыз бен бейімделу қабілетіңіз сынайтын жігерлі ауысымдарға дайын болыңыз. Меркурийдің ретроградтық және планеталық қозғалысы интроспекция мен стратегиялық жоспарлауды талап етеді. Жеке өсу, мансаптық өсу және қаржылық тұрақтылық бойынша қызықты оқиғаларды күтіңіз. Мансаптық өсу стратегиялық жоспарлауды талап етеді. Қаржылық тәртіп өте маңызды. Қарым-қатынастар кешігірім, қақтығыстарға тап болуы мүмкін. Бірақ ашық қарым-қатынас үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Студенттерге академиялық кедергілерді жеңу үшін қосымша назар аудару қажет. Денсаулық стрессті басқаруға назар аударуды талап етеді. Бұл тұрақты табысқа жету үшін табандылық пен мұқият шешім қабылдау айы. Соңында жыл динамикалық және трансформациялық энергиямен аяқталады. Планеталық қозғалыстар өмірдің маңызды аспектілеріне әсер ететін күшке ие. Және осы айда энергия сізді
өмірде кейбір қажетті шешімдер қабылдауға итермелейді. Отбасылық өмір жарасымды, берекелер қуаныш әкеледі. Денсаулық белсенді, өмір салтын қолдай отырып, берік болып қалады. Романтикалық байланыстар тереңдей түседі, және студенттер маңызды белестерге жетеді. Бұл жеңістіктерді атап өту және жаңа бастамаларды сеніммен және оптимизммен қабылдау уақыты. 2025 жыл мергендер үшін өзгерістер мен мүмкіндіктер жылы деп саналады. Қаңтар жұлдыз жорамалдары қолайлы нәтижелерді көрсетсе, Меркурийдің ретрограды байланысты қыдырыс тудыруы мүмкін. Ақпан айында саяхаттау және мансаптық мүмкіндіктер көп болғандықтан, кез келген қаржылық қиындықтарға назар аударыңыз. Наурыз отбасылық өмір мен мүліктік табыс арқылы қуаныш әкеледі. Дегенмен, қаржылық сақтық қажет. Сәуірде жеке даму маңызды. Ол командалық жұмысқа назар аударылды. Ал мамыр қарым-қатынас пен мансаптық өсу үшін жақсы болады. Тіпті тым көп шығындардан аулақ болады. Маусым мансап үшін сәттілік айы. Бірақ ақша мен отбасы қадағалаңыз. Күшке толы шілде айы мансаптық серпіліс әкеледі. Дегенмен тәуекелден аулақ болу туралы басқа ойды беру керек. Тамыз отбасылық қарым-қатынасқа көп мүмкіндік береді. Ал қыркүйек жеке өмірді қаржымен қалай теңестіруге болатынын көреді. Қазан айындағы мансап батыл түрде алға жылжиды. Ал қарашада ойлануға уақыт қажет. Желтоқсан сеніммен келешек жылдан қорытындалады. Мергендер үшін қаңтар айы бұл 10 қозғалыстың тең бөліктері және жол бойындағы бірнеше ықылық. Мешкедегі күн сіздің мансабыңыздағы, қаржыңыздағы немесе тіпті денсаулығыңыздағы тәртіпті жоспарлауға қатысты. Меркурийдің ретрограды түймелеріңізді басу мүмкін. Өйткені ол сіздің қыдырыстеріңізге және қате байланыстарыңызға шыдамдылық танытады. Сондықтан терең дем алып, қадамдарыңызды тексеріңіз. Шаяндағы толық ай жұмыс пен өмірдің тепе-теңдігі үшін қалай болатыны туралы сезімдерді тудырады. Балықтардағы Венера сүйкімді романс тудырады, ал егіздердегі Марс мақсаттарыңызға реактивті пакет береді. Икемді болыңыз, анық қарым-қатынасқа басымдық беріңіз және өзіңізді күтуге көңіл болыңыз. Белсенді ойлау арқылы сіз осы айы қиындықтарды балдықтарға айналдыра аласыз. Дегенмен, ақпан айы сіз үшін көптеген жаңа мүмкіндіктер ашады. Юпитердің энергиясы ойнай отырып, сіз жаңа ізденістерге және көкжиектеріңізді кеңейтуге дайынсыз. Тек сақ болыңыз. Сіз ынта-жігерді өлтіргіңіз келмесе де, шектен шығуды қаламайсыз. Мансап мүмкіндіктері бар, әсіресе саяхатқа қатысты. Қаржылық тұрғыдан сізге қауіпсіз ойнау қажет болуы мүмкін. Сондықтан тәуекелден аулақ бола отырып, мүмкіндігінше үнемді болыңыз. Жақсырақ жағынан, қарым-қатынастар мен отбасылық өмір үйлесімді болады және тереңірек байланыстар мүмкіндігі болады. Сіздің денсаулығыңыз тұрақты болып көрінеді. Бірақ стрессті басқару және салауатты режимді сақтау сізді жақсы сезінуге мүмкіндік береді. Мерген үшін наурыз айы әртүрлі мүмкіндіктер әкеледі. Меншікке қол жеткізу және балалардың жетістіктерін көру сіздің өміріңізге қуаныш әкеледі. Бірақ Меркурийдің ретроградының арқасында отбасылық шиеленіс пен қаржыға мұқият қарау назар аударуды қажет етеді. Жұмыс орындарын ашуға, ауысымға немесе бизнесті кеңейтуге жақсы мүмкіндік бар. Әсіресе батыс бағытында. Саяхат күткенді ақтамау мүмкін, сондықтан ақылмен жоспарлаңыз. Денсаулығыңызға ұзақ уақыт бойы жұмыс істегеніңізге қуат беру үшін орнатқан тәртіпке басымдық беріңіз. Мергендер үшін сәуір айы трансформация, өсуді ұсынады. Айдың ортасында бізде топтық жұмыс, тағыдан желі құруға шабыттандыратын тоқтыдағы күн, ары қарай тікелей Меркурий сізге назар аударуға және кейбір күрделі тапсырмаларды орындауға көмектеседі.
Сары шаяндағы толық ай сіздің қаржыңызды жарықтандырады, нәрселерді жарыққа шығарады және сізге түсінік береді. Сонымен қатар ақылды шешімдер қабылдауды ескертеді. Сәуірдің бірінші жартысы жаңа түпнұсқа идеяларды зерттеу үшін тамаша болуы мүмкін. Бірақ Сатурнның ортасына қарай ретрограды бар. Сәуір бұл илгерулерді бәсеңдетуі мүмкін. Отбасылық өмір үйлесімді сезінеді және студенттер бірнеше қиындықтарға қарамастан оқудағы жетістіктерге жете алады. Тепе-теңдікті сақтау және қажет болғанда зарядтауға уақыт беру арқылы денсаулығыңызға басымдық беріңіз. Сізді 2025 жылдың мамыр айында аспанда қарсы алу үшін өміршеңдік қоспасы көтеріледі. Отбасылық өмір тыныш және кең және әртүрлі әлеуметтік және достық шеңберлері бар. Бұл айда әсіресе жұмысыңызда жақсы орындауға кеңес беріледі. Кәсіби ниетте адамдар желіге қосылу және белсенді болу керек. Бұл кәсіпкерлер үшін өсуді көрсетеді. Бірақ жаңа кәсіпорындарды сақтықпен бастау керек. Қаржылық тұрғыдан сіз өзіңізді қауіпсіз сезінесіз. Бірақ ақша шашуға деген құлшыныңызды тежеу керек. Студенттер табысқа жетеді, әсіресе академиялық мағынада, әсіресе техникалық салаларда. Және қосымша білім алуға ұмтылуы мүмкін. Қарым-қатынаста үйлесімділік бар. Және бойдақтар тіпті ерекше біреуді кездестіруі мүмкін. Денсаулық стрессті басқаруға, диетаға және демалуға назар аударуды қажет етеді. Жалпы, өсу мен теңгерім айы күтіп тұрсызды. Маусым айы мергендерге түрлі қиындықтар мен табыстар береді. Қаржылық жағынан олар әлі де қауіпсіз. Бірақ ақшаға абай болу керек. Әсіресе сенімсіз адамдардың айналасында. Дегенмен, шиеленістің астындағы ағымдар кейде пайда болу және басқаша қолдау көрсететін отбасылық өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Саяхат физикалық қиындықтарға әкелуі мүмкін. Сондықтан сақтықпен әрекет еткен жөн. Сіздің мансаптық траекторияңыз, мақтаулар, жарнамалар және тамаша серіктестіктермен перспективалы болып көрінеді. Бизнестің кеңеюі туралы қауесет жақсы, бірақ асығыс әрекет етпеңіз. Сергек болыңыз. Денсаулығыңыз кейбір кішігірім мәселелермен әсіресе аз қорыты проблемаларымен бетпе-бет келуі мүмкін. Кейбір қиындықтарға қарамастан маусым айы өсуге мүмкіндік береді. Егер сақтықпен әрекет етсеңіз, шілде айы жеке және кәсіби даму үшін қызықты мүмкіндіктерге ие болғандықтан, сіздің шытырман рухыңыз тірі және жақсы және Юпитер әдемі орнымен оптимизм мен энергияңыз қосымша жарылуын күтіңіз. Мансаптық серпілістер қазір жақсы көрінеді. Бірақ тәуекелге барған кезде абай болыңыз. Ұзақ мерзімді мақсаттарға қол жеткізуге болады. Бизнесте сіз өсе аласыз, бірақ жай ғана жеңіл жүріңіз және өзіңізді шектен тын қалдырмаңыз. Денсаулығыңызды ескере отырып, сіз алдымен күш-қуатты сезінесіз. Бірақ айдың соңында аз қорыту проблемаларына сергек болыңыз. Қарым-қатынастар позитивті. Қарым-қатынасты күшейтетін байланыстар бар. Мергендер үшін 2025 жылдың тамызында жақсы және жаман нәрселер күтеді. Меркурий Венера қосылысы отбасылық байланыстарды күшейтеді. Бұл оны ең жағын және ең жағын адамдарыңызбен бірге қашу үшін тамаша уақыт етеді. Отбасы, әсіресе аға-іні, әпке-сіңлілер мықты тірек болады. Қаржылық тұрғыдан тұрақты табысқа ие боласыз. Бірақ артық шығындардан аулақ болыңыз. Мансап майданында этика сізді сәтсіздіктерден құтқара алады. Және жұмыс орындағы арыздықтан сақ болыңыз. Саяхаттау осы айда жемісті болады. Әсіресе темір жол немесе автомобиль көлігімен. Сүйіспеншілікте Юпитердің әсері қарым-қатынасты жақсартады. Бірақ сабырлы болыңыз және импульсивті әрекеттерден аулақ болыңыз. Денсаулығыңыз жақсы, дегенмен тіс күтіміне назар аударыңыз.
және шамадан тыс жүктемелерден аулақ болыңыз. Юпитер 2025 жылдың алдағы қыркүйек айында мергендерді тепе-теңдікке жетуге шабыттандырады. Бұл шытырман оқиғалардың тамаша үйлесімі болады. Өз мансабы туралы рефлексияны көреді. Арыстан белгісіндегі Венерамен бұл әлеуметтену және байланысу үшін тамаша кезең. Бірақ оларды асыра алмау үшін абай болыңыз. Шығармашылыққа келетін болсақ, Марс күйіп қалудан сақ болса да, оған жақсы итермелейді. Қаржы саласында абай болыңыз. Және күтпеген шығындардың салдарынан қаржыңыз тым көп тартылып қалмас үшін аздап болжағыштық танытыңыз. Бұл серіктесіңізбен егер сізде бар болса, немесе мүмкін балаңызбен қатынасыңызды үйреніп, тереңдете алатын ай. Физикалық белсенді болыңыз және стрессті басқарыңыз. Өйткені денсаулықты бақылауда ұстау керек. Мұның бәрі алдағы айда теңгерімге қатысты. Қазан айы мергендер үшін өсу мен мүмкіндіктің қызықты кезеңін білдіреді. Мансап пен қаржы сіз өзіңізді жігерлі және сенімді сезінетін екі сала болуы мүмкін. Юпитердің болуы мансапта сіз үшін есіктерді ашып, шешім қабылдауда батыл болуы шақырады. Тоқтыдағы толық ай сізді шығармашылықпен шабыттандырады. Жаңа құмарлықтарды зерттеуге мәжбүрлейді. Осы айдың соңында байланыс қиын болуы мүмкін. Отбасылық мәселелерге ерекше назар аудару қажет болуы мүмкін. Ең бастысы, бұл өзгерістердің оптимизммен және инстинкттерге сезімін айы. Керісінше 2025 жылдың қараша айында бұл мергендер үшін көрсетілген өсу мен өзгеріс белгілері болады. 10 күннен бастап Меркурийдің ретроградтық кезеңінде жұмыста біраз түйіспеншілік болады. Жаңа ай 13 күні келеді және мансаптық мақсаттарыңызды өзіңізді ойлай отыра қайта қарауға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді мақсаттармен жұмыс істеу кезінде алдындағы жоспарларыңыз бен әрекеттеріңізді қайта қарауға көмектесетін көрсеткіштер ретінде оларды алыңыз. Қаржыда үнемділік режимі қажет. Ақшаны кездейсоқ жұмсамаңыз. Бюджетті ақылмен сарыптаңыз. Бұл ай мүмкіндіктердің жабылуына әсер ететін шарттар мен іскерлік және жеке мәселелерде айқындық әкеледі. Қарым-қатынастар ашық жүрек пен жақсы қарым-қатынасты, сондай-ақ емдеуді қажет етеді. Денсаулық сонымен қатар кейбір тепе-теңдікті, жаттығуларды және негізгі стрессті басқаруды қажет етеді. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз және болашаққа жаңа амбицияларды бекітіңіз. 2025 жылдың желтоқсаны мергендер үшін өсу мен өзгерістерге толы ай. Жұмыс, қарым-қатынас және жеке өсу қызықты энергияға толы болады. Марс 7 желтоқсанда сіздің белгіге кірген кезде сіздің сенімділігіңіз артады. Сіздің бойыңыздағы мансап пен бизнесте жаңа өзгерістердің бүкіл жиынтағын қабылдауға итермелейді. Қанаттарыңызды жаю үшін өзіңізді сынайтын уақыт келеді. Ал Юпитер егіздерге ауысқанда, сіз ынтымақтастықпен серіктестік арқылы мүмкіндіктерге ие боласыз. Тек шайнатыңыздан артық тістеп алмаңыз. Күн 16 желтоқсанға келгенде мергендер өз-өзіне сенімділікті арттыру үшін кіреді. Ал Венера серіктестікке тыныштық пен қуаныш әкелу үшін 20 желтоқсанға келеді. Жұмыс пен денсаулыққа теңгерімді көңіл болу керек. Яғни видеоролик ақырында осыны жасалған жылдық гороскоп ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ 92 каналында одан да көбірек видеороликтер келіп шыға береді. А дәл қазір болса, пока-пока. Arrivederci.